Ассалаумағалейкум қыздар. Үй жағдайында өте дәмді стрипси дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың төс еттерін алып, ұзыншалап турап аламыз. Үстіне енді осындай арнайы қоспамызды саламыз. Су құямыз, тұз саламыз, қара бұрыш, паприканы салып, араластырып 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. 2 сағаттан кейін енді ыдысымызға су құямыз. Содан кейін жаңағы тауыққа арнайы қоспаны саламыз, суға араластырып, қоспамызды салып қоямыз. Енді тауықтың еттерін бірінші суға, содан кейін қоспаға саламыз, кейін суға салып, кейін қоспаға салып 2 рет қайталаймыз. Енді табамыз, қыздырамыз, әбден орташа отта тауықтарды пісіреміз. Тауықтарымыз осылай 2 жағы қызарады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді үй жағдайында стрипсиміз дайын. Ас болсын.